қызмет көрсету орталығына келдік. Керемет оқу-ағартушылық, медициналық, заңгерлік, қаржылық және мәдени көңіл көтеру қызметтерін бір терезе қағидасы бойынша ұсынушы студенттерге арналған жастар орталығы. Керемет студенттерге қызмет көрсету орталығы 1973 жылы салынған ғимарат. Инфрақұрылымы 7300 шаршы метрде орналасқан және 8 павильоннан, 5 сектор мен бөлімдерден тұрады. Орталықтың өзіндік жеке тәртібі бар. Тек қазу студенттері карточка арқылы кіре алады, ал бөгде адамдарға кіруге рұқсат жоқ. Мұнда студенттер мен оқытушы профессорлар құрамы үшін келесі бөлімдер қызмет ұсынады: студенттік, халықаралық, тіркеуші кеңсесі және қаржы қызметі. Сондай-ақ 2022 жылы ашылған студенттерге арналған Магнум. Студенттерге қажет тауарлардың барлығы бар. Студенттердің ыңғайына қарай орналасқан диагностикалық орталықта бар. Оқыс оқиғалар орын алған жағдайда келіп емделуге рұқсат. Бос уақыттарында студенттер мына қызметтерді пайдалана алады: кинотеатр, фортепиано, кітап дүкені, фотостудия, киім жуатын орын. Бұл орталықтың қандай қызметі сізге ұнайды? Бұл орталықтың маған диагностикалық орталық ұнайды, себебі ол жерге барып денсаулығыңыздың кез келген жерін қарата аласыз. Және де бұл орталықтағы асхананың тамақтары өте дәмді. Тағы да айта кететін мәселе, әрбір ұйымға бұл орталықтан бір кабинеттен берілген. Сол кабинеттерде отырып, олар өздерінің болашақ жоспарларын құрып, ақылдасып, жиналыс өткізе алады. Сонысымен бұл орталық қатты ұнайды. Жақсы, бұл орталыққа сіз қаншалықты жиі келесіз? Мен аптасына 5 рет келем десем өтірік айтпаймын, себебі бірінші этажда Магнум орналасқан. Сол Магнумнан біз өзімізге керек заттарымызды, тұтынатын тауарларымызды аламыз. Міне, студенттерге бұл қызметтердің барлығы өте пайдалы. Ең маңыздысы, студенттердің жатақханаларына өте жақын орналасқан. Келіп кету де өте ыңғайлы.